Қайырлы күн достар, менде көптен қолданбаған осындай ескі қазандар бар. Енді осыларды бір желіде видеоролик көріп қалғам, дәл сол бойынша қайталап тазалап көрмекшімін. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Алдымен суымызды қайнатамыз. Оның үстіне 6 қасық порошок саламыз. Қалаған түрі бола береді. Оның үстінен осындай ас содасын, бұл да 6 қасық қосамыз. Содан кейін кез келген кір сабынымызды осылай үккіштен өткізіп, немесе осылай бөліктерге бөліп кесіп салатын боламыз. Содан кейін күнделікті пайдаланатын сұйық майымызды құямыз. Бұдан да 6 қасық. Енді суымыз қайнатып, осылай жуатын қазандарымызды салатын боламыз. Өзіңізге ыңғайлы ыдысқа, кең ыдысқа саласыз. Мендегі үлкен табағым осы болды. Сол себепті осы ыдысты қолдандым. Міне қараңыздар, 1 сағаттан кейін бірден кастрөлдің сырты екінші жағы қалай ағарғанын көрдіңіздер. Енді міне қараңыздар, ешқандай қиындықсыз майы кетеді екен. Маған ұнағаны майлы қазандарды жақсы тазартады, ал түбіндегі қараларды кетіре алмайды екен. Қазандардың түбіндегі қараларды, міне осындай күйіп кеткен қараларды кетіретін бөлек видеороликке көргем. Келесі жолы соны жасап көретін боламын. Майлы қазандарыңыз болса, бірақ дәл осы жолмен тазалауға кеңес беремін. Майларды күшті кетіреді, жиектерінде де ешқандай май қалмады. Бүгіннен қалмай үйдегі барлық майлы қазандарыңызды тазалап алыңыздар. Сонымен қатар менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.